Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біздің каналда үй жағдайында цезарь салатын дайындайтын боламыз. Бізге керектілер: айсберг, маринадталған құс еті, багетіміз, майонезіміз, жұмыртқамыз, сырымыз, чесногымыз және черри помидорымыз керек болады. Алдымен холодильниктен салқындай айсбергімізді алып, қолмен үзіп осылай бірнеше бөлікке бөліп салып. Айсберг капустамызды қолмен бірнеше бөлікке бөліп турап алдық. Енді соусымызды дайындайтын боламыз. Бізге керекті майонез, сыр және чеснок керек болады. Үшеуін салдық. Енді осыны блендермен араластыратын боламыз. Соусымыз дайын болды. Сіздер өздеріңіз қалғанша молырақ майонез қосуларыңызға болады. Соусымызды салып, айсбергімізді араластырып шығамыз. Айсберг капустамызды араластырып болдық, жақсылап. Енді черри помидорымызды, жұмыртқамызды және сырымызды аз-аздан қосатын боламыз. Черри помидорды тек 2 бөлікке ғана бөлетін боламыз. Дәл осылай видеодағыдай. Және жұмыртқамызды да өзіңіздің қалауыңызша бөліп салуға болады. Черри помидорымызды, жұмыртқамызды және теркадан өткен сырымызды салатын боламыз. Терканың кішкентай жағынан өткізіп, бетіне кішкене себетін боламыз. Салып болғаннан кейін толығымен жайлап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін тауықтың төс етін алып, маринадталған төс етін алып, кішкене бөлігін ғана салатын боламыз. Салатымыз дайын болды. Енді қалған овощтарымызды бетіне әдемілік үшін қойып шығатын боламыз. Алдымен тәрелкемізге салып аламыз. Тәрелкемізге салып болдық. Енді әдемілейтін боламыз. Бізге керек теркадан өткен сыр керек болады. Соны бетіне сүйіп шығамыз. Өзіңіздің қалауыңызша бетіне әдемілеп сүйіп шығыңыздар. Енді черри помидорымызды әп-әдемі қылып, жан-жақтарынан салып шығатын боламыз. Енді маринадталған окрачкамызды салатын боламыз. Енді багетімізді салып шығатын боламыз. Цезарь салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар.